Барлығына қайтадан сәлем. Дәл осы сабақта біз енді өткен сабақтағы қалдырып кеткен жұмыстарымызды жалғастыратын боламыз. Бүгінгі сабақ, яғни мына сабақта біз Visual Studio Code'ды осыдан кетіп, ол жерден өзіміздің ең алғашқы Flutter қосымшамызды запускқа кету үшін қандай настройкалар жасау керек екенін көретін боламыз. Және өзіміздің ең бірінші қосымшамызды запускқа кетеміз. Жақсы, ендеше былай бастайық. Бізге керек инструменттердің қайсысын ұсынып жеттік. Біріншісі, бұл Flutter SDK, Flutter Software Development Kit, яғни Flutter деген инструменттердің барлығын ұсынып жеттік. Екіншісі, біз Android Studio'ның барлығын ұсынып жеттік, яғни өзімізге керек компоненттерін бірге. Үшінші, біз өзімізге керек Android эмуляторды ұсынып жеттік. Яғни бұл үшіншісі өзіміздің компьютерімізға Android телефон ұсынып жеттік десек болады. Енді бұны толық ету үшін төртіншісі бұл біздің VS Code, Visual Studio кодымызды скачать етіп, ұсынып етіп конфигурациялар жасап, өзіміздің бірінші приложениемізді запуск етеміз. Сосын біздің Flutter приложениеміз дайын, былай айтқанда Flutter приложениені запуск ету үшін барлық инструменттер дайын болады. Енді Visual Studio'ны скачать ету орнату үшін не істейміз? Бірінші браузерге кіреміз. Осы настройкалар осы жерден қалу керек. Қазір асты қарай түсіндіретін боламыз барлығын бірге. Download VS Code for Mac. Осылай жазасыздар. Осы нәрсе шығады. Именно осы сілтеме арқылы өту керек. Осыған кіреміз. Кіремізге таңдау ашылады. Қай операциондық жүйеге скачать етеміз, жүктейін деп жатырмыз. Біз Apple Silicon таңдаймыз. Менде бар, мысалы сіздерде, скорее всего, Windows 10-11 64 биттік компьютер болады. Енді соңғы жылдардағылардың барлығы сондай. Солардың біреуіне скачать етсеңіздер болады. Аяқтан Apple Silicon таңдаймыз. Мінекей біздің загрузкамыз кетті. Қазір кішкене күте тұрайық. Бұл тез скачать етілу керек. Менде интернет жақсы еді. Осы скачать етіліп болғаннан кейін біз осыны ұсынып жететін боламыз қазір. Мінекей. Бізге керектің барлығы скачать етіліп бітті. Загрузкаға барайық. Мінекейіңіз біздің Visual Studio кодымыз тұр. Бұл қосымшаны енді аламыз да біз не істейміз? Біз бұны ашамыз. Ашқан кезде мынандай сұрап жатыр, осы приложение ашқыңыз келе ме? Аша береміз. Сосын біз настройкаларды жасап аламыз. Енді Visual Studio'ны скачать еттік, ұсынып жеттік. Енді бізге керек настройкаларын жасау керекпіз. Мына жаққа настройка кіреміз. Flutter деген extension жазамыз. Себебі бағана Flutter'да мынандай тұрғанда үстінде біз өтетін болсақ, ең жақсы нелердің бірі, популярный комбинациялардың бірі Visual Studio Code пен Flutter extension деген еді. Сол үшін Visual Studio Code'ға барамыз, Flutter'ға барамыз, Flutter'ды install жасаймыз. Ол бізге автоматты түрде отқанымыз. And will automatically install the Dart extension, яғни біз Dart тілінде болғаннан кейін Dart'та бізге скачать береді. Біз оны тексере салайық. Dart'та жеке ұсынып жетудің керегі жоқ. Dart'қа кіреміз. Ол да автоматты түрде орнатылған екен. Ендеше біздің неміз бітті. Бізге керек нәрсе бітті. Біз мына жерден енді show and run commands деген жерден Flutter'дың командаларын өзімізге қолдансақ болады. Flutter осы жерде бізде 3 таңдау бар. Flutter upgrade, яғни может обновление болса обновление жасаймыз. New project, жаңа проект ашатын кезде қолданамыз. Және run Flutter Doctor. Flutter Doctor деген бізде Flutter'ға керек компоненттердің барлығы дұрыс орнатылып тұр ма, жоқ па, соны тексеру үшін. Давайте біз тексерейік. Себебі мына жақта неде Flutter'дың ресми сайтында соны бізге айтып тұр да, Flutter Doctor деген болу керек деп, тексеру керек деп та. Мына жақта run Flutter Doctor деп тұр. Қазір осылардың барлығын, мына жердің барлығын жасаймыз, ойындамаңыздар. VS Code'ға барайық. Run commands деген басамыз. Flutter, run, Flutter, Doctor. Бастық. Осындай шықты. Бізге керек нәрселердің барлығын тексеріп жатыр.
не берді? Вот doctor found issues in two categories, яғни бізде екі жерде возможный проблема бар дейді. Вот мына жақта x деп біреу тұр, x код жоқ дейді, яғни develop for iOS and macOS. То есть бізге бұл керек емес, бұл нәрсені проблема ретінде көрмеу керекпіз. Бірақ мына жерде бір леп белгісі тұр. Вот ең несі, вот some Android license not accepted. To resolve this, run Flutter Doctor Android licenses. Яғни бұл бізде мына жерде жазылып тұрған Flutter Doctor Android licenses деген нәрсені беру керекпіз. Яғни аламыз да осыны копировать етіп аламыз. Немесе Visual Studio'ның өзінен осы жерден вот осылай копировать етіп алсақ болады. Копировать етіп аламыз. Терминалға барамыз да осыны қоямыз. Вот осы жерде біз қабылдайсың ба жоқ па дейді. Yes деп басып шығамыз бәріне. Тағы да yes басамыз деп сұрап жатыр. Yes no деп y береміз. Y береміз. Тағы да y береміз. И все, айтады all SDK package licenses, яғни бізге керек барлық нелер осыны етілді. Экран тазалайық. Енді Flutter Doctor дегенді осы жерде өзіміз қолмен жазайық. Flutter Doctor басамыз. Ол бізге барлық нелерді шығарып береді, настройкаларымызды біздің. Не бар екен? Flutter'дың өзі осыны етіліп тұр. Android'тың өзі осыны етіліп тұр. Xcode'да проблема, яғни Xcode жоқ дейді бізде. CocoaPods деген нәрсе жоқты. Бұл мүлде мән бермей қойсақ болады бұл жерге. Себебі біз дәл қазір iOS-қа жасайын деп жатқан жоқпыз. Әбден Android-қа приложение жасап алғаннан кейін өзіміз егер iOS-қа да жасайтын болсақ, екінші платформаға да жасайтын болсақ, осыны жету керек болады. Бірақ дәл осындай уақыт кетірмеу үшін мынаны дәл қазір осыны жетіп керек емес. Chrome бар, яғни web development үшін, Android Studio бар, VS Code бар, екеу тұр екен, екі рет ашылып кеткен сияқты қосымшамыз. Connect device to available дейді, яғни network resource, интернет бар. Все. Болды, ендеше осы жерден терминалды жабайық. Біз ең алғашқы Flutter қосымшамызды запускать етейік. Барлығына қайтадан сәлем. Жаңа видеоны ортасынан үзу керек болды, себебі Android эмуляторды не істеп жатқан кезде, запускать етіп жатқан кезде менің ноутбугым қатып қалды, потому что MacBook Air еді, ондай производительность жоқ, то есть не для разработки. Мен сол үшін өзімнің компьютеріме қосылдым да, содан көрсетейін деп жатырмын. Жаңа тоқтаған жерімізден жалғастайық. Мысалы, Visual Studio'ны студент біттік қой, барлығын. Visual Studio'ны қосамыз. Мен осы жерден енді сіздерге көрсетейін. Барлығы тура жаңағы ноутбуктағыдай екен. Flutter Run Flutter Doctor жасаймыз. Сол кезде біздегі барлық нелерді көрсетіп береді. Flutterға керек нәрселердің барлығы осылай етілді. Мысалы, не? Flutter'дың өзі осылай етілген, Android Studio осылай етілген. Менде бұл ноут, то есть өзімнің жеке компьютерімде Xcode осылай етілген. Қазір iOS-ты да көрсетемін сіздерге. Міне Chrome осылай етілген, Android Studio осылай етілген, VS Code бар, Flutter Extension бар, и қосылған устройстволар да бар, мына жақта бар. Бәрі нормальный интернетте қосылып тұр. Вот енді мен сіздерге осы жерден жаңа бір приложение ашайын да, ол приложение әртүрлі платформалары қалай болатынын көрсетейін. New Project деп басамыз, Application'ды басамыз. Вот Flutter Project'ın ішіне осы жерге сақтай берейік осы жерге. Байтайық Flutter курс app деп атын қойып, чтобы шатас кетпеу үшін. Все қойдық, мына жақта вот көрсеңіздер, мына жерде жаңа загрузка кетіп жатқан етін тұра берсін. Вот, мынау біздің негізгі приложениеміз. Вот көрсеңіздер, былай жақындатып көрсейін, тура жаңа жап жаңа, ешқандай несі жоқ. Аппақ болып тұр, себебі мен қалай айтсам, вот ыңғайлы болу үшін, көруге ыңғайлы болу үшін осылай қойдым. Бірақ егер жоқ, маған ақ түсін ұнамайды десеңіздер, мына жақтан темаға кіріп өзгертсеңіз болады. Мына жақта вот color темаға кіреміз, light modern, мына жақта вот кішкене түстер өзгереді. Жоқ, бұл да ұнамайды десеңіздер, сіздерге енді қалай ыңғайлы, максимально жақсысын таңдайын, қазір сіздерге ыңғайлы болу үшін көруге. Осы, жоқ, бұл да ондай не емес екен, көрмейді қазір. Жоқ, бұл емес. Алдыға айналдырып жіберсеңіз болады видеоны, сол жерден тауып аламыз ғой. Вот не, осы жақсы көрінеді ғой, ең жақсы көрінетін осы. Вот осы жерден көрсеңіздер, біздің неміз тұр, барлық нелеріміз тұр. Енді мына жерге басқан кезде біз проектімізді запускать еткеннен кейін бұл жерде
барлығы тұр. Мына жақта папкалар тұр. Келесі сабақта бұл папкалар не екенін түсіндіреміз. Мына main.dart деген файл, бұл жерде біздің кодымыздың основасы. Точка входа дейді, бірінші ең маңызды жері. Хорошо, мына жерде мынаны басқан кезде мына жақтан осындай окно ашылады. Яғни біздің эмуляторларымыз. Біздің macOS, біздің Chrome, біздің Mac Design, iPad дейді, iOS эмулятор, Android эмулятор барлығы тұр. Осыларды көрсек болады. Допустим, қараңыздар. Ең жеңілі, давайте Chrome'нан бастайық. Тура осы приложение, біздің ең алғашқы Flutter'дың берген ең простой приложениесі Chrome'да қалай көрінеді екен көрейік. Запускты басамыз. Мына жақта waiting for connection from debug service on Chrome, яғни Chrome'нан ответ күтіп жатыр. Осыны күтеміз, осының екен. Кішкене ұзақ болуы мүмкін, уайымдамаңыздар. Не, Flutter'дағы біздің ең алғашқы проектіміз осылай ашылып жатыр. Аяқта сразу виджетті ашылып кетіп, ол керек емес. Біздің Flutter проектіміз осындай, яғни мынаны басқан кезде мына жердегі сан көбейетін, основной шаблонный приложение осы. Chrome'да ашылып тұр. Веб-разработка үшін осылай. Аяқта көрсетемін, мысалы, HTML-дің, CSS-дің ешқандай коды жоқ, барлығы Flutter'дікі. Flutter веб-приложение жасауға өте ыңғайлы. Хорошо. Chrome'ды жабайық. Енді келесі нені таңдайық? macOS таңдайық. То есть, мысалы айтайық, macOS-қа, то есть MacBook-тарға немесе iMac-тарға арналған настольный приложение қандай болатынын көреміз қазір. То есть, запуск етеміз, тура осы приложение өзінің негізгі функцияларын ештеңесін ауыстырмай, бір ғана кодпен тек басқа операционный системаға, яғни запускать етіп жатырмыз. Мына жақта бірнеше қате шығарып жатыр, қазір көрейік. До конца не істеп бітсін. Кішкене күтейік, жасалып болды. Міне кейіңіз біздің приложениемізді, осы біздің приложениеміз. Көрсеңіз болады, мынау біздің рабочий столдағы приложениеміз. Басқа приложениялар сияқты ашылып жатыр да менде осы жерде. Все, болды, көрсеңіз, көргеніңізде осы жерде тұр барлығы. Настольный приложение көріп болдық, жабайық. Енді бізге iOS эмулятор, яғни iPhone-да ол қалай болады екен көрейік. iOS эмуляторды запускать етеміз. iPhone біздің MacBook-ымыздың ішіндегі iPhone запускация етіліп жатыр. Мына жақта міне бұрынғы бір проекттер тұр екен, ол қатты емес. Запуск дегенді басамыз енді. Ол қазір мына iPhone-нан, iPhone 15 Pro Max деген iPhone-ның ішінен осы приложение, Chrome'да көрген, настольный приложениеден көрген приложениені осы iPhone-ның ішінен шығарады. Кішкене күте тұрайық. Шыдамды болыңыздар. Тура осы кодтан. Ешқандай нәрсе өзгерткен жоқпыз. Ешқандай кодқа бір точкада қосқан жоқпыз. Тек қай платформада запускать ету таңдап жатырмыз. Болды, соны ғана. Xcode build-дан дейді, 26 секундтың ішінде біздің приложение жиналып бітті. Қазір осы жақтан пайда болды иконка. Міне ашылып жатыр. Міне тура және вебқа ашылған приложение, настольный приложение ашылған приложение тура осы жерден ашылып жатыр. Кішкене не істеп жатыр? Лагать етіп қалатыр, айып етпеңіздер енді. Осылай болады. Все. Не бітті? Мобилға тоже самое екен. Көрдіңіздер? Тоқтатамыз. Бұл эмуляторды жабайық, себебі эмуляторлар өте ауыр, бұл айтқан кезде не үшін? Біздің процессорымыз үшін, видеокартамыз үшін. Енді біздің негізгі разработкамыз Android. Android'ты, Medium Android деген телефон бар. Соған жіберейік. Medium Android деген біз телефонымызды запускать етіп аламыз. Телефонымыз жаңадан қосылып жатыр басынан.
Осы телефонымызды енді вот запуск дегенді бассақ, қазір осы Android телефонымызға апарып, тура осы жердегі приложениямызды апарып көрсетеді. Вот жақта жиналып жатыр. Кішкене шыдамды болыңыздар. iPhone-ға 30 секундта жиналды, Android-ға примерно сол сияқты уақыттың ішінде жиналып қалу керек. Бірнеше қателемес, ондай ескертулер шығарып жатыр. Close app дей салайық. Қазір осы приложениеміз біздің аяқтан шығарып береді. Установить етіп жатыр бізге мына жаққа. Мінекейіңіз, тура біздің жаңағы приложениеміз осы жаққа шықты. Енді қалай айтайын, то есть 4 платформаға бір ғана код жазылды, соның арқасында бізде 4 приложение пайда болды. Бұл енді өте ыңғайлы деп айтсақ болады. Осы жақта ешқандай уайымдамай көре бересіздер. Запускация етілді, приложение көрсетіліп отыр. Кнопкаларын басамыз. Қазір істеп жатыр. Вот. Мына жақтағылар бұл приложениенің нелері ғой. Данылар басылды дегенге мынаяқтан шығып жатыр. То есть осындай кнопка басылды деген нәрсе келіп жатыр. Жақсы, рахмет. Осымен біздің негізгі установкаларымыз бітті. Flutter-дың қалай бір кодпен бірнеше операциондық жүйеге приложение жасай алатынын көрдік. Енді келесі сабақтан бастап біз Flutter-дың ішіне, яғни вот мына редакторда, мына жердегі hot reload, hot restart-тарға кірісеміз. Келесі сабаққа дейін.